Аса қамқор, ерекше мейірімді Алланың атымен бастаймын. Аят. Шын мәнінде Алла тағала үкім етушілердің ең әділі емес пе? Хадис. Мүмін адам қарым-қатынасы, адамдармен бітім жасауы, көркем болған адам. Бітімсіз адамда қайыр болмайды. Дұға. Уа Алла тағалам, ұлы қорғаныңнан пана сұраған, мына әлсіз құлыңды есігіңнен қуар болсаң, мен басқа қай есікке барып пана тілеймін? Егер де сен мені азаптар болсаң, сенің әділдігіңе шүбә жоқ. Алайда сенің кешірімің мен мейірімің барлық нәрсені қамтитындай өте кең. Мақал. Ағаштың өзі түзу болса, көлеңкесі қисық болмайды.